Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Боташка, менің каналыма қош келдіңіздер. Әдетте тек базардағы өзбек акалардан ғана таңдап жүріп сатып алатын дәмі тіл үйіретін лепешкаларды бүгін біз сіздермен үй жағдайында жасап көретін боламыз. Қажетті заттардың тізімін осы видеоның астында описаниеде жазып қалдырдым. Ал дәл қазір сіз подписация басып, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Бұйырса алдағы уақытта әлі талай тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше мини лепешкаларымызды жасауды бастайық. Алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүт құйып, және ерітілген сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң 1 ас қасық ашытқымызды, 3 ас қасық қантымызды және 1 ас қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Егер ашытқымыз ыдырамай жатса, дәл осындай миксердің көмегімен араластырып шықсаңыз да болады. Осы ингредиенттердің бәрі бір-біріне сіңіп, ашытқымыз кішкене көпіруі үшін 10-15 минут бетін жауып қоя тұрамыз. Ал енді қамырымызды илейтін кез келді. Сіздерде ұн описаниеде жазылған мөлшерден не кем, не артық болуы да мүмкін. Ең бастысы осылай аз-аздан салып, қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жай ғана илеп қоя салмай, үлкендер айтпақшы, әбден иі қанғанша жақсылап илеулеріңізді сұраймын. Сонда күлше нандарыңыз біркелкі тегіс, әдемі болып шығады. Қамырды илеп болған соң, осылай бетін пищевой пленка немесе целлофанмен жауып, сыртынан орамал, қалың көрпемен 1-2 сағатқа жылы жауып қоясыз. Қамырымыз ашып көтерілді, енді оны ыдыстан босатып, бір илеп аламыз да, видеода көрсетілгендей таразыға салып, 100-150 граммнан бөліп аласыз. Қамырымыз тағы бір рет жақсылап көтерілуі үшін осылай дөңгелектеп ыдысқа салып, 10 минут бетін жауып қоя тұрамыз. Егер духовкаңыздың ыдысы кішірек болса, онда қамырды да кішірек етіп алғаныңыз жөн. Себебі қазір біз оны дөңгелек пішінге келтіріп, осылай қолмен жаятын боламыз. Лепешкалардың ортасы піскенде көтеріліп кетпес үшін шанышқымен 1 рет осылай басып шығасыз. Ендігі кезекте лепешкаларымызға жұмыртқа жағып, ортасына ақ күнжіт пен макты араластырып сеуіп шығамыз. Барлығы дайын болған соң 200 градуста қызып тұрған духовкаға 20-30 минутқа салып, лепешкаларымызды пісіріп аламыз. Мінекей, түрі де, дәмі де өте ерекше тіл үйіретін лепешкаларымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша сіздер де жасап, дәмін көріңіздер. Күнделікті ас мәзірінде, тіпті қонақ шақырарда да жасап қойсаңыздар, дастарханның сәнін келтірері сөзсіз. Ендеше каналыма тіркеліп, лайк басып, келесі видеоларымды да асыға күтіңіздер.